Семейлік келіншек қызылордалық азаматпен тұрмыс құрып, нәтижесінде қатаң салт дәстүрге шыдамай, ажырасып кеткен әңгімелеп берді. Айтуынша, оңтүстік өңірге келін болған ол қызылордалықтарды дәл сондай қатты болады деп ойламаған екен. Жалғызбасты ананың жан сырын ақтарып көрейік. Семейлік Айнұр есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын қызылордалық азаматқа тұрмысқа шығыпты. Алғашында отбасылық өмірім тәтті басталғанымен, соңы қатты болды дейді жасана. Екеуміз де Семейдегі колледжда оқуға түстік. Ол біздің өңірге серпін бағдарламасымен келіп грантта оқуға түскен екен. Мен ақылы бөлімінде оқыдым. 1 жылдай қыз бен жігіт ретінде жүріп, оқудың соңғы курсында үйлену туралы шешім қабылдадық. Ата-анамның алдынан өтіп, құда түсіп, той жасадық. 1 жыл оқуымызды аяқтағанша Семейде пәтер жалдап тұрдық. Тұңғышымыз дүниеге келді. Сосын оқуымызды аяқтаған соң Қызылордаға аттандық. Бәрі сол мезеттен басталды. Бұрындары Шымкентте келінге қатты қарайды деп еститінмін. Бірақ Қызылордадағы көрген қорлығымды ешкімнің басына тілемеспін деп көзіне жас алды жас келіншек. Айтуынша, ол ертемен таңғы 6-да тұрып, үй ауласын сыпырған екен. Одан қалса бақшаға қарайласып, үйдегі бүкіл шаруашылықты өзі мойнына алыпты. Мені әке-шешем кішкентайымнан еңбекке баулып өсті. Ауылда өскен қарапайым қазақ қызымын. 9 сыныпты үздік бітіріп, колледжге балым жетпей ақылы бөлімде оқытты. Соның бірін елеп ескерген не жолдасым, не туыстары болған жоқ. Ол жаққа бара салып, баламды енеме беріп, өзім жұмысқа тұрмақ болдым. Оған бәрі қарсы шықты. Жарайды. Ертемен аула сыпырып, бар шаруаны жасау маған түкте емес. Бірақ тым құрса адам ретінде қарап, келін ретінде сыйласа болатын еді ғой. Ол жақта келіндер ата-енесімен, жолдасымен отырып шәйда ше алмайды. Бәріне шәй берген соң тіпті маған тамақтануға да мүмкіндік бермейтін. Жерден алып жерге салып, үйде менен жаман адам жоқ болатын. Ешқашан беттерінен алып қарсы шыққан емеспін. Енем тіпті бірде шәйді дұрыс құймадың деп кесені ыстық шәймен бетіме лақтырған күндерімде болды дейді келіншек. Тіпті екіншіме жүкті кезімде ауыр шелектерді көтергізіп жұмысқа салып қоятын. Қанша рет түсік тастай жаздап, екіншімді әрең дүниеге әкелдім. Сол екіншіме анам мен жеңгелерім қалжа әкелгенде енем оны да менсінбеді. Бұл жақта солай, қыз жақтан ала берсек дейді. Өздері жастарға, жас отбасыларға ешқашан көмек қолын созбайды. Сөйтіп, екіншімнің шілдеханасында шу шығарғанда киім-кешектерімді жинап, анаммен бірге кеттім де қалдым. Шыдамның да шегі бар. Жолдасым да жалқау біреу болып шықты. Не үйде, не сыртта береке болмаған соң, осындай қадамға баруыма тура келді. Қазір 1 жылдан астам уақыт болды, ажырасып кеттік. Ата-енем не жолдасым балаларымды іздемейді. Артымнан іздеп келген де емес. Алиментке де құжат тапсырмадым. Солардан 1 тиын да алмай-ақ балаларымды өзім жеткіземін деп шештім. Менен көмектерін аямаған ата-анам мен бауырларыма рахмет. Бас аман болса, өзім-ақ аяқтан тік тұрмақпын. Жас қыздарға айтарым, махаббат, сезім деп асығыс шешім қабылдамаңыздар. Бәрі өткінші. Отбасылық өмірде салт дәстүр мен менталитеттің әркеліктілігі көп нәрсені өзгертеді екен деп әңгімесін аяқтады келіншек. Ал енді тағы да бір оқиғаның куәсі болайық. Енем қосылып ұратын, күйеуінен қысым көрген келіншектің жан айқайы желіні дүр сілкіндірді. Қарағандылық Мәдина Қалиеваның әлеуметтік желідегі жан айқайы көпшілікті қапы қалдырмады. Отбасылық зорлық-зомбылық құрбаны болған келіншек Сымбат Құлжағарованың қайғылы оқиғасынан кейін үнсіз қалмай, көпшіліктен көмек сұрағанды жөн көрген. Бүгінде Мәдинаның басындағы жағдайға еліміздегі қарапайым тұрғындарымен бірге танымал
тұлғалар да мойын бұра бастады. Алдымен әлеуметтік желіде жазба қалдырған, ол кейін танымал тележүргізуші Динара Сәтжанға сұхбат берді. Менің тұрмыс құрғаныма 5 жыл болды. Осы уақыт аралығында мен күйеуім тарапынан үлкен қысымға ұшырап келемін. Әрине, марқұм Сымбаттың басындағы жағдай сияқты тым ауыр емес шығар. Ешкім мені аңдыған жоқ. Бірақ жолдасым осы жылдар аралығында болмасы нәрселер үшін қол көтеріп, жүкті кезінде де шашымнан сүйреп, қабырғаға соғудан тайынбады. Оның үстіне ұлдарының мені аяусыз ұрып жатқанын көрген ата-анасы да араса түскен емес. 5 жылда дүниеге 2 сәби әкелдім. Өкініштісі сол, үйдегі айғай-шудың салдарынан балаларымның психикасына зиян келді. Одан бөлек, жүкті кезімде күйеуімнің қол көтерген салдарынан ұлымның дамуы сәл кешеуілденгенін байқадым дейді ол. Бұл Мәдинаның 2-ші некесі. Бірінші отбасынан оның бір ұлы бар. Қазір жолдасы жеке сот орындаушысының көмекшісі болып қызмет еткен. Бүгінде күйеуі жұмыссыз. Ол бірінші күйеуінен алимент өндіру кезінде өзіне көмекке келіп, ұлына мейірім танытқан жігіттің сезіміне оң жауап берген. Бізде бәрі тез басталған сияқты. Ол бұрынғы күйеуімнен алимент өндіруге көмектескен сот орындаушысының көмекшісі болатын. Балама мейіріммен қарағаны жүрегімді жібіткен шығар. Екеуміз үйленген соң шамамен жарты жылдан соң барлығы басталды. Мені таң қалдыратыны болмашы нәрселерге бола шу шығарып таяққа жығатын еді. Мысалы, ең алғаш рет өз ақшама шампунь мен бет жуатын сабын алғаным үшін соққыға алды. Өйткені анасы әлгі заттарды әлде қайда арзанға алуға болатынын, менің босқа ақша шашып жүргенімді айтыпты. Содан соң ұлымның ауырып қалғанына да тікелей мені кінәлайтын. Мамыр айында балам пневмонияға шалдығып ауруханаға түстік. Сол кезде де баланы суықта ұстадың деп бар өшін менен алатын. Жаздың кезінде қай жақтың суығы, мұны түсіндіре алмадым. Негізі жүкті кезімде мен жиі қылғындыратын болғандықтан, ішімдегі баланың да аздап өзгеріске ұшырайтынын білгем. Қазір үлкен ұлымыздың дамуы сәл кешеуілдеп келеді. Мен бұған күйеуімнің жүкті кезімде баланың көзінше де мені ұрып соққаны себеп деп білемін. Өйткені ұлым қатты дауыстардан қорқады. Домофон шырылдаса да есіктің артына тығылып қалады. Оны емдету үшін де ұзақ күтуге тура келеді. Өйткені баланы невропатолог алдына апару үшін де оның анасының рұқсаты керек болды, дейді ол. Мәдинаның анасы 2007 жылы көз жұмған. Бүгінде оның әкесімен туған ағасы бар. Ол бірнеше рет балаларды алып үйіне кетіп қалғанымен, күйеуі артынан қуып келіп, ұлын алып кеткенін айтады. Осы уақыт аралығында мен біздің заңды құжаттарымыздың түп нұсқасын ұстаған емеспін. Неке туралы куәліктің де, балаларымыздың да туу туралы куәлігін де тығып қояды. Егер бермесем, менен тартып алады. Телефонымды тартып алу бұл қалыпты нәрсе. Жолдасым балаларына жақсы әке, ата-анасына жақсы ұл шығар, бірақ жақсы жар деп айта алмаймын. Иә, ол қызуғанды, тез ашуланады. Таңертең ұйқыдан тұрғанда онымен сөйлесу мүмкін емес. Өйткені ол күн сайын таңын балағат сөздермен аттырады. Ең соңғы рет 17 қарашада үйден кетіп қалдым. Негізі бұлай жоспарлаған емеспін. Бірақ сол күні таңертең ванна бөлмесінің алдында горшоктың төгілмей тұрғаны үшін шашымнан сүйреді. Осы кезде шыдамымның таусылғанын білдім. Сол күні үйден кетіп қалдым. Үлкен ұлым өзіммен бірге, ал 2 сәбиімді қалдырып кеттім. Өйткені ол бәрібір соңымнан келіп алып кететін еді. Сол себепті соттың шешімімен қайтарып аламын ба деп шештім. Бүгін балаларымды көрмегеніме тура 1 ай болды. Осы уақыт аралығында жүрегімнің қалай езілгені бір Құдайға аян, дейді ол. Мадина Қалиева соңғы 4 жылда күйеуімен бір бөлмеде ұйықтамағанын да жасырған жоқ. Бірге ұйықтауына енесі де күйеуі де қарсы болған. Ерлі зайыптылар секілді бір бөлмеде ұйықтауды да қойдық.
Соңғы 4 жылда екеуміз екі бөлек жататынбыз. Алдымен енем ұлының шаршайтынын, ертеңіне жұмысқа баратынын айтып, оның дұрыстап демалуы қажеттігін миыма сіңірумен болды. Сол себепті ол екеуміздің екі жақта жатқанымызды қалады. Күйеуім де осындай пікірде еді. Мысалы, мен нәзік жанды әйел ретінде жолдасымнан жылу көрген емеспін. Күн қалай өтті, қандай қызықтар болды деген екеу ара әңгіме мүлде болмайтын. Осылай сұрай бастасам, ол дереу ашуланып бәрін шорт кесетін. Осыдан ақ бәрін бағамдай беріңіздер, дейді ол. Бүгінде Мадина күйеуінен ажырасу үшін сотқа арыз берген. Әзірге сот арқылы екі кездесу өткен. Ол күйеуінің бұл салада өзін судағы балықтай сезінетін, қатты дайындық үстінде екенін көрген соң көпшіліктен көмек сұрауға бел буған. Менің анамның жоқтығын, көмекке келетін қолы ұзын таныстарымның жоқтығын айтып үнемі бетіме басатын. Бірде мені екіқабат кезімде қатты ұрды. Сол сәтте қорғану үшін оны аяқтарыммен тепкілей бастадым. Диванның үстінде құлап жатып, ішімдегі балаға зиян келмесін деп барынша қорғанған түрім еді. Сол кезде анасы ұлыма аяқ көтердің деп мені күйеуіммен бірге қосылып ұрды. Одан бөлек, осы уақыт аралығында әйелі мен күйеуі болып бірге қыдырып, не тойға, не асқа барып көрмеппіз. Үйде күнде көріп жүргенім осы жағдай. Сол себепті ажырасамын деп шештім. Бірақ соттағы кездесуде оның дайындығы мықты екенін білдім. Ол бұл салада жұмыс істеген маман, сондықтан одан қорқуға болады. Менің бір ғана тілегім бар. Балаларыммен бірге болғым келеді. Сот шешімімен ажырасып, балаларымды өзімде алып қалсам, басқа арманым жоқ. Осы орайда құзырлы органдардың менің басымдағы жағдайға ат үсті қарамауын сұраймын. Отбасында зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдердің үнін ешкім естімей қалмаса екен. Маған балаларыммен тезірек қауышуға көмектесіңіздер, дейді кейіпкеріміз. Тағы да бір қорлық көрген келіншек келін болып түскен күннен бастап өмірім тозаққа айналды, дейді. Енесі мен қайын жұртынан қысым көрген қырғызстандық келіннің оқиғасынан. Келін болып барғаннан қорлық көріп, тозақта өмір сүрдім. Енем мені жақтырмады. Кір жусам да, нан пісірсем де қасымда тұрып алды. Отырсам опақ, тұрсам сопақ болдым. Жолдасымның анасы мені көргенде жыны келетін болды, деп бастады әңгімесін келіншек. Ал күйеуімен сөйлесіп жүріп, бас қосқандығын айтып өтті. 6 жыл бойы бірге тұрған бұл жұптың 2 баласы бар. Келін болып барғаннан кейін біраз уақыт өткен соң Тазагүлдің денсаулығы нашарлап, жақсы күтімді қажет етеді. Дәрігерлер ауыр жұмыстар жасамауын ескерткен. Алайда сонан соң енесі одан сайын ашулана түскендігін айтады. 1 гектар жерлері бар. Күніге картоп пен жүгері шабасың. Балаға да қарамаймын, жеріне де қарамаймын, бірақ не істесем де жақтырмайды. Мамыр айында келін болып түскеннен соң тамыз айында соқыршек болып қалдым. Ауруханадан келген күні қамыр илеп нан жап деді. Ішім ауырып жатқан айтсам да құлағы аспады. Жерге түсіп қалған алмаларды тасып жинап алатынмын. Жарты шелектеп тасып жатсам, өлгенде бітесің бе деп 2 шелектеп тасқызады. Кейіннен соқыршегім қайта ашып ауруханаға жатып қалдым. 5 шығып 4 рет ота жасаттым. Осы Бішкекте жатып емделдім. Ал қызым ол кезде нәресте еді. Енді 5 ай болған. Тезірек емделіп жазылғыңыз келсе, күн сәулесіне көп шыға бермеңіз деген дәрігерлердің ескертуін айтсам, онда сенің не керегің бар, жоғал деді. Баласына осы аурумен ажырас деп қоймады, дейді ашынған Тазагүл. Оның айтуынша күйеуі бұл сұмдықтың барлығын біле тұра еш үн қатпайды екен. Кейін күйеуі Ресейге жұмыс істеуге кеткен соң енесі келіні мен баласын ажырастырудың жолын ойлайды екен. Оны бір ұлының көмегі арқылы іске асырмақ болады. 2 қараша күні қайным үйге келді.
Мен балаларыммен ұйықтап жатқанмын. Ол кішкене қызып алған еді. Бір баланы ұстап алыпты. Шықсам, бұл баланы танисың ба? Сіз осы балаға күйеуге тиейін деп жүрген көрінесіз ғой. Жүреді екенсіз, деді. Менің аузым ашылып қалды. Жаңағы баладан менің тұрмысымды бұзғалы келдің бе десем, қайныме бір қарап, маған бір қарап үн қатпады. Сонан соң қайненем мені көк ала қойдай етіп сабады. Тазагүлдің қайненесі мен күйеуімен байланысу мүмкін болмады. Ал оның Манас есімді қайын інісімен сөйлесіп, оқиғаның мән жайын анықтап айтып беруді сұрағанда, ол барлығында жоққа шығарды. Осылай отбасы бұзылып, екі баласынан тірідей айырылған Тазагүл ата-анасының үйіне қайтып баруға мәжбүр болады. Бірақ ол жақта да көп тұрақтамады. Өзбекстанның Ферғана облысы Маржантөк ауылында тұратын ата-анасы оны қайтадан Баткенге тұрмысқа берді. Бұл жолы ешкімде оның пікірімен санаспады. Мені тағы да тұрмысқа берді. Ол үйленетін болса, сен отыра бересің бе, тиесің деп беріп жіберді. Мен оны көрген емеспін. Мені алып барып берген күні-ақ бір-ақ көрдім. Қазір менің қолымда түк жоқ. Өзбекстанға кіре алмаймын. Құжатым жоқ. Туу туралы куәлікті Қазақстанда алғанмын. Ата-анамның құжаты Өзбекстандікі болған соң бермейді екен. Ал маған Өзбекстаннан куәлік жоқ, дейді ол. Тағдыры қатал келіншек қазір Бішкек қаласында. Емделсем деп жүрген Тазагүл қазір алысырақ туыстарының үйінде паналап жүр. Қайын жұртында қалған екі баласын ойлап, құса болған ол балаларына қалай жетерін білмей жүр. Ауылдан алшақ шығып көрмеген келін қазір қайырымды жандардың көмегіне мұқтаж. Қазір өзі қайда және кімге барарын білмей отыр. Баткенге де, өз үйіне де қайтуға жүрегі дауаламайды. Міне, құрметті оқырман, ата-бабамыз қыз балаға бағың ашылсын, барған жеріңде баянды бол деген жақсы тілектерді тегінен айтпаса керек. Бұл әңгімелер туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Қоғамда болып жатырған осындай зорлық, зомбылықтың куәсі болып жүрген қыздарымыз туралы менің әңгімелерім ұнаса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда тәрбиелік, мәні зор, ғибратты әңгімелерге толы, сондай-ақ салт-дәстүрлердің шығу тарихы, жаңа өмірге деген мотивациялық қағидалар туралы көптеген әңгімелер бар екен, естеріңізге сала кеткім келеді.